бүгінгі жаңа сабағымызды бастамас бұрын назарымызды кәне тақтаға аударайықшы. Жаңа сабақ бастамас бұрын ребусты шешіп алайық. Бүгінгі сабағымызға қатысы бар сөз шарт, мына жерде ребусты шешіп. Бірінші суретті кім айтады? Мына жерде қандай сурет көрсетеді? Сандық көріп тұрсыздар, иә? Сандықтың қандай сөз бар? Сақпал, иә? Сақпал. Одан кейін екінші кітап, иә? Яғни бүгінгі біздің жаңа сабағымыздың тақырыбы. Яғни біздің сабағымыздың тақырыбы қандай дерек көздер сақтар туралы мәлімет береді дейді. Сабағымыздың мақсаты картадан тайпалық одақтардың орналасуын көрсетеміз. Ежелгі мемлекеттік бірлестіктердің құрылуын білеміз. Онда жаңа сабағымызды бастамас бұрын сабағымыз туралы кішкене видео көріп алайық, иә? Сақтар туралы қандай деректер сақталған? Жазба деректерде сақтар туралы не айтылады? Грек авторы Геродот сақтар туралы қандай дерек қалдырды? Парсы деректері сақтар туралы не дейді? Сақтардың басқа елдермен соғыстары туралы қандай деректер сақталған? Бехустың сына жазуы мен Авеста туралы қандай мәліметтер бар? Сұрақтарға жауап беруге тырысады. Сақтар туралы қандай деректер сақталған? Сақ бірлестіктері туралы жазба деректер екіге бөлінеді. Бірінші, грек авторларының жазба деректері Геродот, Ксенофон, Птоломей. Екіншісі, парсы сына жазулары, Бехустың сына жазуы тағы басқалар. Жазба деректерде сақтар туралы не айтылады? Мысалы, ежелгі гректер сақтарды дұшпанға қатал, досқа адал және сақтар әлемдегі ең әділ, ең шыншыл халық деп сипаттады. Грек тарихшылары сақ тайпалары туралы олардың жерлеу ғұрыптары, әдет салты мен күнделікті тұрмысы ұқсас болған деп жазады. Ежелгі грек авторлары сақтарды азиялық скифтер деп атаған. Грек авторы Геродот сақтар туралы қандай дерек қалдырды? Грек авторы Геродот сақтарды массагеттер деп атаған. Ол сақтар туралы қыс кезінде ағаш үйлерде тұрады және киімі мен өмір сүру дағдысы скифтерге ұқсас. Олар егін екпейді, үй малдарымен өзеннен аулайтын балықтарды асыл етеді, сүт ішеді деп жазған. Геродот сақ жерінде парсы патшасы Кирдің қаза тапқаны туралы мәлімет жазып қалдырған. Тарих атасы деп аталған Геродот ежелгі дәуірдегі грек тарихшысы, әйгілі тарих кітабының авторы. Ол шамамен біздің заманымыздан бұрынғы 484-425 жылдары өмір сүрген. Геродот көрген, естіген, оқыған материалдарын жинақтап, тарих атты үлкен еңбек жазып қалдырды. Кейіннен Александриялық ғалымдар оның еңбегін 9 музаға сәйкестендіріп, 9 кітапқа бөлген. Геродот өз кітаптарында қандай оқиғаларды сипаттаған? Геродот алғашқы 4 кітабында Лидия, Мидия мемлекеттері, Ахемен әулеті жөнінде жазып, олардың Мысырға, Вавилонға, сақтарға қарсы жорықтарына тоқталады. Қалған 5 кітабы грек парсы соғысына арналған. Біздің заманымыздан бұрынғы 5 ғасырдың ортасында жазған тарих атты 9 томдық еңбектің 4 томында тұңғыш рет антикалық әдебиетте скифтердің географиялық орналасуы, саяси тарихы, әдет ғұрпы, тұрмысы суреттеледі. Сақтарды Геродот нақты қалай сипаттайды? Геродоттың айтуынша сақтар скиф тайпалары, бастарынан тік тұратын, төбесі шошақ, тығыз киізден істелген бөрік және шалбар киген. Олар сада, қысқа семсер және айбалтамен қаруланған. Тамаша атқыш жауынгерлер болған. Сақтар туралы қандай деректер сақталған? Ал оқушылар бүгінгі сабағымыз туралы кішкене видеодан мәлімет білдірген. Мен қосымша видеоға қосымша айтып кетейін сақтар туралы, тағы да.
бірнеше тайпалардан, өз ішінде бірнеше тайпалардан тұрады. Олар арипейлер, аримаскалар, исседундар, массагеттер және де дайлар. Бұл бірнеше тайпалардан осы сақтар құралған екен. Одан кейін сақтарды айтады, жаңағы киген киіміне, одан кейін атқарған қызметіне байланысты біз сақтарды үш неге бөлеміз? Үш топқа бөлеміз. Бірінші тиграхауда сақтары, екінші парадарая сақтары дейміз, үшінші қауымы бар сақтары деп айтамыз. Тиграхауда сақтары дегеніміз олар жаңағы басына шошақ бөрікті киген екен. Содан кейін оларды тиграхауда сақтары дейді. Және де ол Қазақстанның жаңағы Жетісуында өмір сүрген екен тиграхауда сақтары. Одан кейін парадарая сақтары дейміз. Парадарая сақтарын біз теңіздің арғы бетіндегі сақтар деп айтамыз. Ол теңізіміз бұл жерде Арал теңізі. Мына аумағы парадарая сақтардың өмір сүрген жері мына жер екен. Ары қарай үшінші тобы бұл Хаума-Варга сақтары дейміз. Хаума-Варга дегеніміз олар хаума сусын жасайды екен бұл сақтардың түрі. Яғни хаума сусын жасағаннан кейін бұлардың атауы Хаума-Варга сақтары деп айтамыз. Және де ол Сырдария және Әмудария өзендерінің орта бөлігінде өмір сүрген екен. Ал енді оқушылар, бүгінгі жаңа сабағымыз туралы видеодан және де мен айтқан қысқаша мәліметтерден сабақты түсіндік деп ойлаймын. Енді осы бүгінгі сабағымызға байланысты топтық тапсырма орындаймыз. Яғни тапсырмамыз біздің мынандай болады: бізге сақтар туралы жазбаша деректер қалдырған кімдер, соны жазамыз. Жаңа видеодан көрдік қой біз, соны енді топтық жұмыс орындаймыз. Кәне орындашы. Алдымыздағы постерге орындаймыз. Жазба дерек қалдырған. Птолемей. Птолемей ойлайды. Птолемей. Ал қане оқушылар болып қау, онда тапсырманы кім айтады? Ал бірінші кім айтады? Сізге? Ал салтанат айта қой. Кімдер жазба дерек қалдырған екен? Кімдер? Геродот, Птолемей, Наполеон, Дису. Грек парсы алтыннан. Дұрыс айтасың салтанат. Ал енді тағы кім айтады? Бізге гректер сақтар туралы жазба дерек қалдырып кеткен. Кім айтады? Роман Петров, Ксенофант. Ксенофант, дұрыс па? Сізге деректер қалдырған ба сақтар туралы? Оқушылар? Дұрыс айтасыз. Отыра қойыңыз, жақсы. Ал енді оқушылар, алдымыздағы оқулықты және де таратылып тұрған мәтінді пайдалана отырып, карта мынаяқтағы кестемен жұмыс жасаймыз. Яғни оқулықты пайдаланамыз, кестемен жұмыс жасайтын кезде және де мәтінді пайдаланып жоқтық жұмыс жасаймыз. Енді қарасаңыздар, яғни деректер Геродот, ирандықтар, гректер, парсылар, Ксенофант. Енді осы тарихшылар немесе жазба деректерінде, кітаптарда сақтар туралы не айтылды, кім не айтты, соны кестеге алдымыздағы қағазға жазып шығамыз. Және де тапсырманы орындау барысында оқулықты және мәтінді пайдаланамыз. Жұптың жұмысқа жұмыспен орындаймыз. 1 минут орындаймыз, 1 минут ішінде. Геродот не айтты? Ал кәне оқушылар болдық па тапсырманы? Жұптың жұмыс, ал кім бірінші бізде? Мерей беретін, Кәне айтығы Мерей. Ирандықтар сақтар жүйрік, атты туғылар деп атаған. Ирандықтар, яғни сақтар туралы жүйрік, атты туғылар деп дерек қалдырып кеткен екен. Одан кейін Геродот не деп айтыпты? Кім? Геродот сақтар туралы. Жазбаларында сақтар қыс кезінде ағаш үйлерде тұрады. Және сақтарда жүру мен өмір сүру дағдысы скифтерге ұқсас деп жазылған. Дұрыс па? Оқушылар? Дұрыс, жарайсыз. Ал сіздерде грек авторлар, ал не айтты сақтар? Грек авторлар дұшпанға қатал, досқа адал және әлемдегі ең әділ, ең шыншыл халық деген атады. Дұрыс па? Дұрыс, жарайсыз. Одан кейін бізде кіммен? Тестер, ал
сақтар туралы. Сақ аяқта жүріп келеді. Соғыс қаупі төнсе, ерлеріне көмектеседі. Дұрыс айтасыздар, жарайсыздар. Кәне онда бәріміз тапсырманы жақсы орындаған екенбіз. Ал онда оқушылар бүгінгі сабағымызға байланысты кері байланыс берейік. Яғни алдымыздағы парақтарды ББ кестесін толтырып, маған жинап береміз. Яғни осы уақытқа дейін сақтар туралы не білетіндеріңізді, одан кейін сақтар туралы бүгінгі сабақта нені білдіңіздер, және де алдағы уақытта сақтар туралы нені білгілеріңіз келеді. Осы сұрақтарға